Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дастарханға да қоюға болатын, балаларға да арналған тіске басардың рецептін ұсынғалы отырмын. Бұл тағам өте тез және оңай дайындалады. Мен салмасына майдаланған ет, яғни фарш, қияр және сыр қостым. Өйткені менің балаларым осындай салмамен ұнатады. Ал сіздер кез келген салманы салып жасасаңыздар болады. Мысалы, фаршқа чеснок араластырып, немесе қызанақ қоссаңыздар болады. Әркім өз талғамына қарай салмасын даярлауға болады. Мен етті пиязбен қуырып алдым, сырды үккіштен өткізіп алдым және қиярымды турап алдым. Енді дайын дүкеннен алынған лавашымызды осылай 4 бөлікке теңдей етіп бөліп аламыз. Лавашымыз дайындап алғаннан кейін осылай бір қасықтан қуырылған етімізді бір дана қияр және үстіне сырды осылай себелеп конверт сияқты бүктеп тастаймыз. Барлығын осылай кесегімен тығыздау қылып орап шығамыз. Сіздерге де салмасына сыр қосуды кеңес етемін. Өйткені біз қазір дайын болған осындай конвертиктерімізді қызып тұрған табада қуыратын боламыз. Сол кезде сыр өте созылмалы болып, әдемі болып шығады. Кез келген балалар осындай сыр қосылған тағамды жақсы көреді деп ойлаймын. Мен де балаларыма ұнайтын салмамен осылай жасадым. Мен каналым сіздерге пайдалы, қызықты болып жатса, подписаться нүктесін басып, қоңыраушат белгісін белгілеп, менің каналымды лайк, комментармен қолдап жіберсеңіздер болады. Алдағы уақыттарда да дәмді тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Мінекей дайын болған конвертиктерімізді қызған табада ешқандай май, ештеңе құймай, құрғақтай осылай екі жағынан қыздырып аламыз. Ерке айтқандай қатырлақ лаваш болып шығады. Мінекей достар, мен тіске басарым дайын болды, өте дәмді болып шықты. Бұл тағамды қонақтарға ұсынсаңыздар да болады, немесе балаларыңызға мектепке перекус ретінде беріп жіберсеңіздер де болады. Өте керемет дәмді ас болсын.